Достар, бүгінгі тарих талант пен еңбектің қалай ұрлануы мүмкін екені, әрі шындықтың қалай жеңетіні туралы. Бұл Назерке есімді келіннің тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені мұнда шығармашылық меншіктің қаншалықты қымбат екені туралы үлкен сабақ бар. Назерке Тараз қаласында қарапайым отбасында дүниеге келді. Оның әжесі әйгілі аспаз болған. Ол Назеркеге көптеген дәстүрлі рецепттерді, соның ішінде отбасылық құпия рецепттерді де үйреткен. Назерке университетте маркетинг мамандығын алды, бірақ ол әрдайым тамақ дайындауға, әсіресе қыздың дәстүрлі тағамдарын стильден дауға қызығатын. 26 жасында Назерке Мұрат есімді жігітпен танысып тұрмыс құрды. Мұраттың анасы Райхан апай өзі де тамақ дайындауды жақсы көретін. Бірақ ол кәсіби теңгеміз, тек үй жағдайында ғана тамақ пісіретін әйел болатын. Той өткеннен кейін Назерке Райхан апайдың үйіне келін болып түсті. Ол өзінің әжесінен үйренген құпия рецепттерін, отбасылық дәстүрлерін пайдаланып, үйде керемет тағамдар дайындайтын. Райхан апай Назеркенің тамақ дайындау шеберлігін бастапқыда жоғары бағалады, оны мақтайтын, туыстарға да оның тағамдарын ұсынатын. Екінші жылы Назерке өзінің тамақ дайындауға деген құштарлығын кәсіби деңгейге көтеруді армандады. Ол шағын кулинарлық курстардан өтіп, әлеуметтік желіде өзінің дайындаған тағамдарының суреттерін, қысқа рецепттерін жариялай бастады. Оның беті бірте-бірте танымал бола бастады, себебі оның тағамдары дәстүрлі дәмді сақтай отырып, өте әдемі безендірілген еді. Үшінші жылы Назерке өзінің шағын онлайн дүкенін ашуды жоспарлады. Ол дайын тағамдарды, немесе арнайы дайындалған дәмдеуіштер жиынтығын сатуды ойлады. Ол осы жоспарын отбасында, соның ішінде Райхан апаймен де бөлісті, себебі ол енесінің қолдауын, кеңесін алғысы келді. Райхан апай алғашында бұл жоспарды қолдағандай көрінді. Ол Назеркеге «Жақсы идея, мен саған көмектесемін» деп айтты. Бірақ шын мәнінде Райхан апайдың ішінде өз кезегінде осы идеяны, дәл осы рецепттерді өз атынан жүзеге асыру ойы пайда бола бастады. Себебі ол өз балалары Мұраттың бауырлары арасында табыстанында танылғысы келді. Осы уақытта Назерке жүкті болды. Ол өз жобасын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды, себебі ол денсаулығына байланысты толық демалу керек болды. Дәл осы кезеңде Райхан апай Назеркенің рецепттерін, оның бизнес жоспарын жасырын түрде пайдаланып, өз атынан Райханның дәмдері деген атпен кулинарлық бизнес аша бастады. Назерке бала тәрбиесімен алаңдап жүргенде бұл жағдайды толық байқамады. Ол тек Райхан апайдың жаңа хобби тапқанын, тамақ дайындау курстарына қатысатынын білді, бірақ ол мұның өз рецепттерін, өз идеясын толығымен пайдаланып жатқанын түсінбеді. 6 айдан кейін Назерке демалысын аяқтап, өз жобасын қайта бастауды жоспарлағанда, ол Райхан апайдың Райханның дәмдері деген бизнесінің әлеуметтік желіде танымал бола бастағанды. Ол бұл беттегі рецепттерді, суреттерді көргенде қатты таңданды. Олар толығымен оның өз рецепттеріне, оның әжесінен үйренген құпия рецепттеріне ұқсас еді. Назерке бұл жағдайды түсіну үшін Райхан апаймен ашық сөйлесуге шешім қабылдады. «Ана, мен сіздің бизнесіңізде менің рецепттерімді, тіпті менің әжемнің құпия рецепттерін көріп тұрмын. Бұл кездейсоқтық па, әлде сіз оларды менен алдыңыз ба?» деп нақты сұрады. Райхан апай алғашында бұл сұраққа қорғаныс позициясында жауап берді. «Бұл жалпыға белгілі рецепттер, олар тек саған тиесілі емес. Мен де тамақ дайындауды білемін, мен де осындай рецепттерді біле аламын» деп ақтауға тырысты. Бірақ Назерке нақты дәлелдермен, өзінің ескі жазбаларымен, әжесінен қалған дәптермен, тіпті өзінің алғашқы әлеуметтік желідегі жарияланымдарының уақыт белгісімен, бұл рецепттердің нақты өзінің, тіпті дәлірек айтсақ, оның әжесінің авторлығына тиесілі екенін дәлелдеді. Осы дәлелдермен бетпе-бет келгенде, Райхан апай ақыры шындықты мойындауға мәжбүр болды. «Иә, мен сенің рецепттеріңді, сенің жоспарыңды пайдаландым. Мен сен бала тәрбиесімен алаңдап жүргенде бұл мүмкіндікті жіберіп алғым келмеді. Мен қате жасадым» деп ол ашық мойындады. Назерке бұл мойындауды естігенде қатты ренжіді, себебі бұл тек рецепт ұрлығы емес,
бұл оның шығармашылық еңбегінің, оның отбасылық мұрасының, оның кәсіби арманының ұрлануы еді. Ана, бұл тек тамақ дайындау рецепті емес, бұл менің әжемнен қалған мұра, бұл менің жеке шығармашылығым, менің болашақ бизнесім. Сіз мұны менің рұқсатымсыз алдыңыз деп ол қатты айтты. Мұрат бұл жағдайды білгенде өз анасының әрекетіне қатты қарсы шықты. Ана, сіз Назеркенің ісін, оның жобасын ұрладыңыз. Бұл кешірілмес қателік. Мен сізден дереу бұл бизнесті тоқтатуды, немесе оны Назеркеге толық беруді талап етемін деп нақты айтты. Осы қысыммен Райхан апай өз бизнесін жабуға, немесе оны Назеркеге толық беруге келісуге мәжбүр болды. Бірақ Назерке бұл жағдайдан кейін өзінің заңды құқығын толық қорғау үшін авторлық құқық туралы да ақпарат жинауға шешім қабылдады. Ол авторлық құқық бойынша заңгермен кеңесіп, өзінің рецепттерін, өзінің бренд атын ресми түрде тіркеуге кірісті. Мен білдім, шығармашылық еңбек, тіпті ол тамақ дайындау сияқты дәстүрлі салада болса да, заңды қорғауға лайық. Мен болашақта мұндай жағдайды қайталатпауым керек деп ол өз шешімін түсіндірді. Осы уақытта Назерке өз бренді Назерктің асханасы деген атпен ресми түрде тіркеп, өз бизнесін толығымен қайта бастады. Ол өзінің әжесінен үйренген рецепттерді өзінің заманауи безендіру шеберлігімен байланыстырып, ерекше танымал бренд құрды. Райхан апай өз қателігінің салдарын толық сезініп Назеркеге, оның бизнесінде тек көмекші ретінде жұмыс істеуге ұсыныс жасады, толығымен Назеркенің басшылығында. Мен сенің менен алғанымды емес, сенің маған сені көмекке шақырғаныңды қалаймын. Мен саған қызмет еткім келеді, сенің орныңды алғым емес деп ол өз ұсынысын түсіндірді. Назерке алғашында бұл ұсынысқа қиналып қарады, бірақ ол ақыры Райхан апайдың нақты еңбегін барлық шебершілік тіркелді. Жылдар өте келе Назерктің асханасы бренді облыстық, тіпті республикалық деңгейде танымал болды. Назерке өзінің кулинарлық шеберханасын ашты. Ол онда жұмыс істейтін барлық қызметкермен, соның ішінде Райхан апаймен де толық заңды, әділ еңбек қатынасын орнатты. Мен осы тәжірибеден тіпті ең жақын адаммен де шығармашылық еңбекті, бизнес идеясын толық заңды түрде қорғау қажеттігін үйрендім. Бұл сенімсіздік емес, бұл өз еңбегіңді бағалау дейді Назерке. Райхан апайда өз кезегінде отбасында, туыстарында өз тәжірибесін ашық бөліседі. Мен қатты қателестім, мен өз келінімнің еңбегін, оның рұқсатынсыз пайдаландым. Мен енді кез келген адамның, тіпті ол менің отбасы мүшесі болса да, шығармашылық еңбегін құрметтеуді үйрендім дейді ол. 10 жылдан кейін Назерке еліміздегі ең танымал кулинарлық брендтердің бірінің иесі. Ол сондай-ақ жас аспазшыларға, әсіресе әйелдерге өз шығармашылық еңбегін заңды түрде қорғау туралы кеңес беретін семинарларды өткізеді. Бір сұхбатында журналист Назеркеден: «Сізге ең қиыны не болды?» деп сұрағанда ол былай деп жауап берді: «Рецепттің ұрлануы емес ең қиыны. Ең қиыны өз отбасы мүшесінің менің сеніміме, менің еңбегіме осылай қиянат жасауы еді. Бірақ мен түсіндім, шығармашылық еңбек, тіпті ол дәстүрлі, отбасылық болса да, заңды қорғауға лайық, әрі бұл ешкімге сенімсіздік көрсету емес, бұл өз еңбегіңді бағалау». Достар, Назеркенің тарихы бізге маңызды нәрсені үйретеді. Шығармашылық еңбек, идея, тіпті ол отбасы шеңберінде туындаса да, өз авторына тиесілі. Әр оны заңды түрде қорғау, ешкімге сенімсіздік көрсету емес, өз еңбегіңді құрметтеу. Егер сіз де қазір өз идеяңыздың, өз еңбегіңіздің, тіпті жақын адамдар тарапынан да қиянатқа ұшырауынан қорқып жатсаңыз, білесіз бе, өз құқығыңызды заңды түрде қорғау ешқашан артық сақтық болмайды. Видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта тағы да көптеген жүрекке жақын тарихтар күтіп тұр. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар, достар. Назеркенің тарихына қайта оралайық, себебі мұнда әлі айтылмаған кейбір маңызды сәттер бар. Мұраттың рөлі ерекше маңызды болды. Ол өз анасының қателігін білгенде, бірден нақты, қатал позиция көрсетті. Ол ешбір бейтараптықты таңдамады.
Мен білдім, менің әйелімнің еңбегі ұрланды. Мен бұған үнсіз қарай алмас едім. Тіпті бұл менің анама қатысты болса да, дейді ол. Райхан апайдың өз түсінігі де қызық болды. Ол өз әрекетінің себебін терең түсінгенде, оның өз балаларының арасында табысты болғысы келгенін, оның өз әлсіздігінің көрінісі бұған. Мен өз құндылығымды басқа біреудің еңбегі арқылы дәлелдегім келді. Бұл дұрыс емес жол еді, дейді ол. Осы тарихтың терең мәні мынада: отбасы ішінде де шығармашылық еңбек, интеллектуалдық меншік құрметке лайық. Отбасы деген атпен ешкімнің еңбегін, идеясын рұқсатсыз пайдалануға болмайды. Назерке бізге көрсеткендей, тіпті ең жақын адаммен де кәсіби, заңды қатынас орнату, отбасылық байланысты сақтап қалудың дұрыс жолы. Достар, бұл тарихты тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып, пікір жазып бөлісіңіз. Арнаға жазылыңыз. Келесі бір жүрекке жақын тарихпен көріскенше аман болыңыздар.